Қайырлы күн, оқушылар. Шоқан Уәлиханов өмірі мен шығармашылығы, Ыстықкөл күнделігі. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты көркем шығармадан алынған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану. Шоқан Уәлиханов 19 ғасырдағы қазақ қоғамының айсыз аспанында жарық жұлдыздай жарық етіп аққан даңқты жиһангез, дарынды ғалым. Шоқан Уәлихановтың көзқарастарының негізгі қалыптасу жолдары орыс әдебиеті, шығыс зерттеушілердің көмегімен және де тарихшылардың көмегімен өмірге деген көзқарасы кеңінен дамыды, өмірге деген ой санасы өзгерді. 1855 жылы Шоқан Гасфордтың Омбыдан Іле Алатауына дейінгі сапарында қырғыздардың тілі мен әдет-ғұрпын жете білетін Корнет Сұлтан Уәлиханов әскери қызмет ете бастағаннан 2 жыл өтпей жатып, мені даламен алып жүргенде үлкен пайдасы тигізді деп генерал-губернатор Шоқан Уәлихановқа қатысты пікірін білдірді. Шоқан Уәлихановты біз саясатшы ретінде танимыз. 1856 жылдың көктемінде Семенов Тянчанскиймен танысады. Бұл кездесуде орыстың әйгілі зерттеушісі Шоқан Уәлихановтың жалпы ғылыми зерттеулеріне өзіндік бағыт беріп, алға талпындырады. Осы жолы Шоқан Уәлиханов 2 экспедицияға барады. Біріншісі Алакөлден Тянь-Шань таулары арқылы Ыстықкөлге сапары. Екінші сапары Қытай қаласындағы Құлжаға сапары. Бұл сапардың негізгі мақсаты дипломатиялық мақсатты көздейді. Экспедицияның мақсаты қырғыз халқымен танысу, Ыстықкөл алқабын картаға түсіру болды. Шоқан Уәлиханов мынадай пікірі бар. Бұл экспедицияға қатысуымыз үлкен абырой болды. Оған себеп Алатау қырғыздарының арасында 2 ай жүріп, олардың тілін, салт-дәстүрін, аңыздарын зерттеп, әр қилы мәліметтер жинап алдық деген. Бұл сапарында Шоқан қырғыз халқының Манас эпосын жазып алып, орыс тіліне аударып, жалпы зерттеуге өзіндік ерекше үлесін қосты. Алғашқы экспедиция кезінде Жетісу, Ыстықкөл аймағының фаунасын, осы өңірден табылған көне қалалардың қалдықтарын және оларда болған суару жүйелерін картаға түсірді. Ыстықкөл картасын жасауға үлкен үлес қосқан ғалым. Жалпы Шоқан Уәлихановты біз әдебиетші ғалым ретінде көреміз. Оған себеп қазақ қырғыз халықтардың бай әдебиет мұраларын тұңғыш зерттеген ғалым. Шоқан Уәлиханов Қозы-көрпеш баян сұлу, ер көкше дастандарын бала кезінде жазып, кейін ұстазы Кастелецкийге берген. Шоқан Уәлихановтың тағы бір үлкен қыры суретші. Шоқан Уәлихановтың ғалымның 150-ге тарта суреті бар. Бала кезден сурет салуға құмартқан. Ең басты суреттерінің бірі Қозы-көрпеш баян сұлудың мазарын суретке салып, тарихқа қалдырған осы кісі. Бірінші тапсырмаға келейік, оқушылар. Бірінші тапсырма ұсынылған мәтінді оқып, мәтін мазмұны бойынша мәселелерді зерттеу ағашын толтырыңыз дейді. Ыстықкөл сапары мәтінін біз өткен сабақта оқыдық. Енді автордың бұл Ыстықкөл сапар күнделігінде көтерген басты мәселесі қандай? Кім айтады? Шоқан Уәлихановтың Ыстықкөл сапарында көтерген басты мәселесі сол Алатау қырғыздарының әдет-ғұрпын біліп, олардың жер көлемін картаға енгізу болды. Жақсы, тамаша. Автордың мәселені көтерудегі негізгі мақсаты қандай? Не үшін зерттеді қырғыз халқын? Арна айта ғой. Негізгі мақсаты ол Ыстықкөл жерін картаға енгізу болды. Географиядан картаға енгізу болды. Сол мақсаты. Тағы да кім қандай мақсаты бар деп ойлайды? Жаңағы қырғыз халқын зерттеп, оны картаға түсіру мәселесімен осы мәселені көтерудегі мақсаты болып келді. Жақсы, тамаша. Мәселе
мәселенің туындау себебі. Не үшін туындады енді? Не үшін қырғыздарды зерттеу керек болды? Қырғыз елінің әдеп ғұрпын, тілін, оның мазарларын және де ол жақсы салт дәстүрлерін қазақ еліне Таныстыру. Жақсы, тамаша. Қырғыз халқының сол кезде географиясы, тарихы, зерттеу тіпті тың дүние болатын. Шоқан Уәлиханов соны бізге жеткізген ғалым. Жақсы, мәселені шешу жолдары. Жалпы Ыстықкөлге сапары шығармасында қандай ерекшеліктерді байқадық? Қырғыз елінің қандай ерекшеліктерін байқадық? Қазына айтамын. Қырғыз елі ол Ыстықкөлге барар жолда ол Қозы Көрпеш мазарын көрді және оны суреттеп бізге қазіргі таңда қалдырып кетті. Және де одан кейін ол жақта қырғыз халқының әйелдердің киімдері, әйелдер мен қыздардың киімдерінің ерекшеліктерін көрсетті. Жақсы, тамаша. Күнделігі атты шығармасында мәселені шешу жолдарында тағы қандай ерекшеліктер байқадық? Енді айтамын. Ыстықкөл сапарына жолда олар Ыстықкөл көлінің маңында ыстық болды және де ол жерде жаңбыр сұрауға тура келеді және жаңбыр сұрайтын бақсылар болды, ол бақсыларды жайшы деп атайды. Жарайсың енді, яғни Ыстықкөлдің табиғатын суреттеп өтті. Басқа да ерекшеліктерді айтамыз ба? Одан айтамын. Ол жақта және де олар балық аулаған етін. Ол балықты бізде маринка деп атайды. Ал біздің қазақтар оны қара балық деп атаған етін. Осы жайлы мәселе шешу жолдары қарастырылған. Тамаша, Алдана, жақсы білемін. Оқушылар, келесі тапсырма Блум таксономиясы арқылы сабағымызды жалғастырамыз. Бірінші, білу деңгейіндегі сұрақ. Шоқан Уәлиханов Ыстықкөл сапарына кімдермен бірге шықты? Анель айтамын. Шоқан Уәлиханов Ыстықкөл сапарында манаптармен бірге шықты. Манаптар дегеніміз ол... Манаптың үйіне қоныстанды. Қанша уақыт болды ол үйде? 2 айдай ол үйде. Манап дегеніміз кім? Манап дегеніміз бай адамдар. Қырғыз халқының бай адамдар. Бай адамдарын манап деп айтады. Тамаша, Анель. Екінші сұрақ түсіну. Түсіну деңгейінің сұрағы Шоқан Уәлиханов экспедициямен қай жерлерде жүрді? Жүру бағытын кім айтады? Қай жерлерге барды? Ыстықкөлге барар жолда. Басқа? Қазына айта ғой. Бару жолында ол ең алдымен аяқ бекетіне барды, сол арқылы содан жүріп Қозы Көрпеш мазарынан өтті. Және де осылай Жетісу, Іле жерінен өткен, Шелек өзенінен өткен. Одан кейін? Бақалы көл. Жақсы, тамаша, жалғастырамыз. Ұлдана? Бақалы көлі. Бақалы көлінің ерекшелігі қандай осы тұста суреттеледі ғой? Ол жақта бақалы өте көп. Бақаның даусынан біздің жаңа құлақтарымыз жабылып кетті деп айтады. Осы себепті ол жерді бақалы көл деп атап кеткен. Бақасының ірі, көлемі ірі, түсі сұр түсті бақа болған, иә? Кейіннен олар Қарабатпақ деген өзектің яғни жағасында қонақ етеді. Кейіннен олар жаңағы Алатау қырғыздарының бекеттеріне барып қоныстайды, сол жақтарда жүреді. Сосын барып олар яғни сол жақтағы түптің мақсат қойған жеріне, межесіне барады. Кейіннен Қазбек пен Боранбайдың ауылына барып қоныстайды. Тамаша, Алдана, рахмет. Қолдану. Ыстықкөл күнделігі арқылы Шоқан Уәлиханов қандай деректерді қолданды? Автор айтады. Қандай деректерді? Алатау қырғыздарының тұрмыс тіршілігін, табиғатын, тағы Қырғыз әйелдерінің киімін, дұрыс, киім үлгілерін зерттейді. тұрмыс тіршілігін, Өсімдіктер, қандай өсімдіктерді зерттейді? Бар ма өсімдіктер айтады? Иә. Тамбурай, сәмбітал деген жақсы отырамыз. Қырғыз әйелдеріне тән қандай қасиеттер бар? Ал, айтамыз. Қырғыз әйелдерінде кәдімгі тұрмыс
тұрмысқа шыққан әйелдер бастарында бір орамал тағып алған. Ал тұрмысқа шыққан әйелдер 2 орамал тағып алатын болған. Біреуін маңдайына, біреуін санына. Жақсы, былай маңдайына, сосын біреуін мойнына Мойнына тағып алған. Үлкен кісілер ше. Үлкен кісілер кимешегін киген. Біздің ұлтымызға да ұқсайды ғой. Көргендеріңді шығармасында ерекшелігі неде? Арда айтамын. Ыстықкөл жазбасының ерекшелігі ол күнделік ретінде жазылған. Оны ғылыми стилде жазған. Дұрыс, жақсы. Публицистикалық стильге жатқызуға болады. Ыстықкөл күнделігі ол әр күнде не өткенін баяндап сол күнделікке енгізу. Күн сайын оқиға өзінің жүрген жолын барлығын күнделікке естелік ретінде жазып қалдырған екен. Ал енді мәтін бойынша проблемалық 5 сұрақ қарастырсақ, мәтіннен үзінділер беріледі. Бірінші топқа, екінші топқа ақылдасып, бір үзіндіге бір сұрақ қарастырамыз. Жауабын өзіміз дайындаймыз. Ал енді оқушылар соңғы тапсырмада үзінділер берілген, осы үзінділер бойынша проблемалық сұрақ қойып, соған жауап беру. Бірінші топтан проблемалық сұрақты кім қояды? Олар жолда қандай қызықтарға жолықты? Тамаша, жақсы. Сатының құрметіне құяқтың тұсына дейін ешбір қызықты оқиға болған жоқ. Тек күдерінде жылан өлтіріп, құрметіне қабан қуды. Жақсы, жылан өлтіріп, қабанды қуған қызықтарын сипаттадыңдар. Тамаша, екінші проблемалық сұрақ. Іле өзеніне қалай сипаттады? Жақсы, іле өзені қалай сипаттады дейді. Іле бойы ол өсімдікке толы жаңағы өте жұтаң төңіректе бәрі құм іле өзені, осы өзен болатын. Яғни ол жақта көптеген өсімдіктер болған, құмдар да шашыраңқы болып жатқан екен. Және де ол жерде қытайлықтардың нанымы бойынша іле өзені суы зиянды және олардан адам жібейді. Дұрыс, шоған Уәлихан сұрап болады, жақсы отыра.